Кивидің емдік қасиетін білесіз бе? Киви жемісінің отаны Қытай елі болып саналады, бірақ бүгінде жеміс әлемнің көптеген елінде өсіріледі. Кивидің 84% судан және ақуыз беймайлардан көмірсудан тұрады. Жеміс калориясы аз болғанымен, құрамындағы микроэлементтер мен дәрумендер адам ағзасына өте пайдалы. Кивидағы актинидин ферменті ақуыздарды ыдыратып, қанның ұйып қалуын қалпына келтіреді, сонымен қатар ас қорыту жүйесіне жақсы әсер береді. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қазақша контентке қолдау білдірейік. Жеміс С дәруменіне бай болғандықтан, жұқпалы індеттерге қарсы адам иммундық жүйесін жақсартады. Сондай-ақ жемісті үнемі жеу холестеринді шығарып, ағзадағы жағымсыз нитраттарды бейтараптандырады. Киви жүрек қан тамырлар аурулары мен қатерлі ісік ауруларының алдын алады. Жеміс құрамындағы микроэлементтер қалтамырларды бекітіп, тромбоз бен атеросклероздың пайда болу қаупін бәсеңдете түседі. Киви ағзадағы артық тұзды шығарғандықтан бүйректе тастың қалыптасуын болдырмайды. Киви бұл көптеген дәм мен денсаулыққа пайдасы бар кішкентай жемістер. Олардың жасыл еті тәтті және ащы. Ол сондай-ақ С дәрумені, К дәрумені, Е дәрумені, фолий, қышқылы және калий сияқты қоректік заттарға өте толы. Олар сондай-ақ көптеген антиоксиданттарға ие және талшықтың жақсы көзі болып табылады. Олардың кішкентай қара тұқымдары бұлыңғыр қоңыр қабығы сияқты жеуге жарамды, бірақ көпшілігі кивиді жемес бұрын қабығын аршуды жөн көреді. Кивидің емдік қасиеттері астманы емдеуге көмектесе алады. Киви құрамындағы С дәрумені антиоксиданттардың көп мөлшері демікпемен ауыратын адамдарда емдеуге көмектеседі деп саналады. 2000 жылғы бір зерттеу жаңа піскен жемістерді, соның ішінде кивиді үнемі тұтынатындар арасында өкпенің жұмысына пайдалы әсер ететінін көрсетті. Киви сияқты жаңа піскен жемістер сезімтал балалардағы ысқырықты азайтуы мүмкін. Ас қорытуға жақсы көмектеседі. Кивиде көп мөлшерде талшық бар, ол қазірдің өзінде ас қорытуға пайдалы. Олардың құрамында ақуызды ыдыратуға көмектесетін актинидин деп аталатын ферменттер бар. Жақында бір зерттеу табылды. Құрамында актинидин бар киви сығындысы көптеген ақуыздардың қорытылуын едәуір жақсартты. Иммундық жүйеңізді жақсы көтереді. Киви қоректік заттарға бай және С дәруменіне өте толы. Шындығында да тек бір кесе киви күнделікті ұсынылатын құндылықтың шамамен 273%-ын қамтамасыз етеді. С дәрумені ауруды болдырмау үшін иммундық жүйені нығайтуға қатысты маңызды қоректік элемент болып табылады. Бір зерттеу тіпті кивидің иммундық функциясы қолдайтынын және суық тию немесе тұмауға ұқсас аурулардың маңызды қоректік элемент болып табылады. Бір зерттеу тіпті кивидің иммундық функциясы қолдайтынын және суық тию немесе тұмауға ұқсас аурулардың даму ықтималдығын азайтатынын көрсетті. Бұл әсіресе 65 жастан асқан ересектер мен жас балалар сияқты тәуекел тобына қатысты. Киви жемістері иммундық жүйемізді қосымша күшейтіп қана қоймай, қан қысымызды реттеуге жақсы көмектеседі. 2014 жылғы зерттеу дәлелдер тапты. Күніне 3 кивидің құрамындағы биоактивті заттар қан қысымын күніне 1 алмадан артық төмендете алады. Ұзақ мерзімді перспективада бұл инсульт немесе инфаркт сияқты жоғарғы қан қысымынан туындауы мүмкін жағдайлардың қаупін төмендетеді. Біздің қан қысымызды басқаруға көмектесумен қатар, киви қанның ұюын азайтады. Осло университетінің зерттеуі күніне 2-3 киви жеу қанның ұю қаупін айтарлықтай төмендететінін көрсетті. Олар сондай-ақ қандағы майдың мөлшерін азайтатыны анықталды. Зерттеушілер бұл әсерлер жүрек денсаулығын жақсарту үшін аспириннің күнделікті дозасына ұқсас екенін айтты. Макулярлы дегенерация көру қабілетінің жоғалуының негізгі себебі болып табылады, ал киви көзіңізді одан қорғауға көмектеседі. Бір зерттеу күніне 3 порция жеміс жеу макулярлық дегенерацияға әкелетінін көрсетті. 36%-ға төмендеді. Кивидегі зеаксантин мен лютеиннің жоғарғы деңгейі осы әсерге ықпал етеді. Көптеген адамдар үшін киви жемісін жеу қауіпсіз деп саналады. Негізгі ерекшелік аллергиясы бар адамдар. Киви аллергиясының белгілері тамақтың қышуы, тілдің ісінуі, жұтынудың қиындауы, құсу және есек жем.
фундукка, авокадоға, латекске, бидайға, әнжірге немесе көкнар тұқымдарына аллергияңыз болса, кивиге аллергия қаупі арта түседі. Киви қанның ұйуын баяулатып, қан кетуді арттырады. Бұл қан кету бұзылыстарының ауырлығын арттыруы мүмкін. Сирек жағдайларда киви қанның ұйуын баяулатып, қан кетуді арттырады. Бұл қан кету бұзылыстарының ауырлығын арттыруы мүмкін. Егер сізде қан кету бұзылса немесе ота жасағыңыз келсе, киви жеуден аулақ болыңыз. Ем болсын. Видео пайдалы болса, жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Ем болсын. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Келесі видеода кездескенше сау, саламатта болайық. Ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.